таңдаған тағдырына, бүгінгі батыр солар кеуде тосқан, індеттің дауылына, жаңбырына. Ордабасы аудандық ауруханасы дәл осы мекеменің мейірбикелері ғимараттың қарсы алдында флешмоб ұйымдастырды. Күн-түн демей, қым-қуыт тіршілікте жан таласып жүретін жандар көңілдерін көтеріп бой жазып қарбаласты, бір сәтке ұмытты. Медицинаның ең үлкен әскер күші болып саналатын мейірбикелердің жөні басқа, рөлі айрықша. Ендеше бұл бағдарламада Ордабасы аудандық ауруханасындағы ақ халатты абзал жандардың тіршілігі көрсетілетін болады. Мың алғыс дәрігердің барлығына. Жыл сайын мамыр айының 12-ші жұлдызында халықаралық мейірбикелер күні аталып өтіледі. Жұрт бұл күні ақ халатты абзал жандарға құрмет көрсетіп, еселі еңбектеріне алғыс білдіріп жатады. Өйткені олардың денсаулық сақтау саласында халық денсаулығын жақсарту жолындағы еңбегі ұшан теңіз. Әсіресе осы саланың барлық сатысында мейірбикелер еңбегі тым бөлек әңгіме. Ізгіліктің нұрын сепкен Ордабасы аудандық ауруханасының мерейлі мамандық иелері бір күндік тіршілігін би арқылы да көрсетті. Осы терапия делесінде Сұлтанова елбері басқарған терапия делінде постоянно көрініп тұрам, постоянно қарап тұрады. Ол кісі біздің тірлігіміздің осы денсаулығымызды қадағалап отырып, қыздарды, медбикелерді үйге жіберіп тұрады. Ай сайын бір рет, екі рет барып тексеріп тұрады. Істері алға басып, халықтың алғысын ала берсін деп. Егер бас ауырып балтыр сыздап қалса, алып ұшып кімге барамыз? Әрине, емханаға, дәрігерге жүгінеміз. Солардан көмек сұраймыз. Кейде емханаға барғанда қарсы алдыңнан шыға келетін мейірбикелердің жылы сөзі мен жылы шырайы емге дауа болып жатады. Бірақ мейірбике болу үшін ең бірінші сабырлық, адамға деген жанашырлық қасиет керек. Ордабасы аудандық ауруханасында да қызмет етіп жатқан асыл мамандықтың иелері бағдарлама аясында осындай ойлармен бөлісіп пікір білдірді. Солардың қатарында ұзақ жылдық тәжірибесі арқылы науқастарды түрлі дерттен сауықтыруға қызмет етіп жүрген жан бар. Акушерка болып істеп жатқаныма осы Ордабасы аудандық перзентхана бөлімінде 34 жыл болды. Өзім осы мамандықты таңдағаныма өкінбеймін. Қиыншылығы менен қызықшылығы бірдей келеді ғой. Босануға келген әрбір ана қаншалықты қиналып босанғанменен сәбиін қолына ұстағаннан кейін жүздерінде қиналғанын ұмытып кетіп, сондай бір күлкі бақытқа бөленіп, сондай бір мейірім шапағаты келеді. Солардың, аналардың, әрбір ананың қуанғанына біз де қосыла қуанып жүреміз. Егерде қайтадан мамандық таңдау керек болатын болса, осы акушерка мамандығын қайтадан таңдайтын едім. Мейірбикелердің несіне өте жоғары баға берем, себебі барлығында өздерінің жұмыстарын өте жақсы атқарып, шығарып салып жатады. Рахмет. Мейрамдары құтты бола берсін. Мейірбике ісі физикалық, интеллектуалдық және эмоционалдық тұрғыдан ең қиын және талапты мамандықтың бірі болып табылады. Жұмысында мейірбикелер жұқпалы аурулармен ауыратын науқастармен байланысу арқылы өз өмірлерін қатерге де тігетін кез болады. Науқастарды бір төсектен екіншісіне ауыстыруға, тұруға және жатуға көмектесетін. Тіпті кейде науқаспен байланыста бола алатын
жалғыз қызметкер. Осы мейірбике саласында жұмыс істеп жатқаныма 13 жыл болды. Неше түрлі қиындықтармен, неше түрлі жұмыс барысында осы медицина саласына көмегімен келіп жатқан тұрғындарға алғашқы көмектерін аянбай тер төгіп еңбек етіп отыр. Осы медицина саласындағы қызметкерлердің, мейірбикелердің, әсіресе мейіргерлердің, орта буындардың жасап жатқан жұмыстары ерекше орын алады. Қайтадан таңдау еркіндігі берілсе, мен осы медицина саласын таңдайтын едім. Себебі мен өзім медицина саласын қатты жақсы көремін. Осы медицина осы қызмет етіп жатқаныма қуаныштымын. Біріншіден аз да болса да, көп те болса да осы халыққа өзіміздің жаңағыда көмегімізді барынша көмегімізді беріп, көмегімізді көрсетіп жатқаныма мен өте қуаныштымын. Мысалы, қазіргі таңда балаларымыз келіп жатқан балаларымыздың өзіне ауырып келіп тұрған баламыз приемға келіп жатса, осылардың өзіне көмек беріп, қол ұшын созып, осылардың күлкіменен, қуанышпенен біздің алдымыздан кеткені мен үшін ләззат. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау жүйесіндегі мейірбикелер мен ағалардың рөлі күн сайын арта түсуде. Дүние бір орнында тұрмайды. Медицина қызметкерлерінің алдында жаңа міндеттер мен талаптар пайда болады. Мейірбике қызметкерлерінің емдеу процесіне қатысуы артып, функционалдық мүмкіндіктері күн сайын кеңейіп жатыр. Біздің кезімізде 79 жылдары біз деген ішкіріспе қолмен жуатын тұғымыз. Қазіргі уақытта барлық нәрсе одноразовы. Ең соңғысын айтайын, мақтамызға дейін бір рет қолданып тастайтын. Біз ол кезде мақтамызды шарик жасап, автоклавқа өткізетін тұмыз. Сөйтіп, олдан алып кеп барып жұмыс істейтінбіз. Ішпірістерді айтсаңдар, қандай қиналдық кезінде оны жуамыз, түнмен отырып қолданған ішпірістерімізді. Одан кейін оны жаңағы тазалаймыз, әр иңенің басын, әр ішпірістің басын тазалаған деген өте қиын нәрсе болды кезінде. Әйтеуір жастықпен ол нәрсенің бәрі өтіп кетті. Қазіргі уақытта медицинаның өте жоғары дамыған кезі. Бірінші орынды қазір осы өзіміздің медицинаға қойып отыр. Барлық жерде осы аппараттың барлығы бар. Бар деп айтуыма болады, сенімдімін. Себебі қай больницаға барсаң да барлық нәрсе, барлық аппараттардың барлығы жеткілікті. Сол кездегі біздің өзіміздің кезімізде бұндай аппараттар болған емес. Біздің өзіміздің врачтарымыздың арқасында көп нәрсені үйрендік. Рахмет, мен өз басым ризамын, өзімнің осы терапия бөлімінде жұмыс істеп, жоғарғы санаттағы дәрігерлерменен қызмет істеп, солардың білімін алып, солардың арқасында сменде отырған кезде бүгін сенсің ба деп бізге арқа сүйеп кететін врачтарға мен ризамын. Себебі солардың барлық жақсы қасиеттерін біз алдық деп айтсам болады. Терапияда 36 жыл мен мейірбике болып жұмыс істедім. Қазір зейнетке шықтым. Құдайдың бұнысына шүкір тоба деп айтамын. Мен ризамын терапияның қызметкерлеріне, барлық дәрігерлерге, қызметтерінің бәріне ризамын. Ордабасы ауданындағы ауруханасы қазіргі таңда толық жаңартылып, күрделі жөндеу жұмыстарынан өткен. Жаңа аппараттармен толыққан. Бұл жұмыстардың басы қасында әрине аурухананың бас дәрігері, есімі елге еңбегімен танылып үлгерген Болат Исағымбеков жүр. Медицина саласында ұзақ жылдан бері қызмет етіп жүрген басшы қызметкерлеріне үлгі. Медбикелердің тарихына үңілсек, 19 ғасырдан бастап бұл медбикелер күні тойлана бастаған. Осы 12 мамыр күні Флоренс деген апамыз осы Қырым соғысы кезінде сарбаздарға күтім жасаған. Соғыс кезінде, үлкен соғыстың кезінде сарбаздарға көмек күтім жасаған. Күтімнің арқасында да өмір сақтап қалуға болатынын дәлелдеген. Содан бері осы Флоренс апамыздың туған күніне сәйкес осы медбикелер күні тойлана бастаған. Сонда дәрігердің нағыз сарбаздар деп осы медбикелерді айтуға болады. Дәрігерлердің 80%-ның жұмысын осы медбикелер атқарады. Өте маңызды. Аурудың сауығуына, оның ем-домына, беріп атқан дәрігердің тағайындалуына, ине егулерге, дәрілердің уақытылы салудан бәрі медбикелердің иығына жүктелген ауыр жүк. Егер де осының бәрі медбикелер уақытылы істесе, ол дәрігердің тағайындауынан арқасында және медбикелердің
істеп жатқан іс әрекеттердің арқасында науқастардың бәрі аман есен отбасыларының үйлерінен шығарып отыр. Медбикелердің жылы сөзінің өзі науқастарға өте жақсы әсер етеді. Иә, шипа соның өзі. Күллі байлықтың жиынтығы не ақша, не болмаса таудай үйілген алтын емес, деннің саулығы. Мейірбикелердің кәсіби мерекесі қарсаңында күллі ақ халатты абзал жандарды күнделікті қиын жұмыстарыңыз үшін, денсаулығымызға деген қамқорлықтарыңыз үшін шын жүректен алғыс білдіреміз. Өздеріңізге зор денсаулық, бақыт, кәсіби өсу және табыс тілейміз. Медбикелердің күнімен шын жүректен құттықтаймын, қуанышты күндері көп болсын.